Кеш с курицей және грибами дайындаймыз. Қаймақ май менде қолдың қаймақ майы. Оның бетіне морозильниктен шыққан майды ірі теркадан осылай видеодағыдай өткіземіз. Майдың орнына маргарин қолдансаңыздар болады, ал қаймақ 20%-тен жоғары болса жақсы болады. Қолымызбен осылай араластырып, крошка жасап аламыз. Ас содасын саламыз, шым-шым тұз, қаймақты салып, тағы да бір рет жақсылап араластырамыз. Сүтті құйып, енді қамыр илейміз. Қамырымызды бір 7-10 минуттай илейміз де, таза бір пакетке салып алып қоямыз. Шампиньоны да видеодағыдай кессеңіз болады. Тазалау керек ең бірінші, содан кейін осылай видеодағыдай кесеміз, немесе одан да кіші етіп кессеңіз болады. Ал куриное филені мен осындай кубик етіп кестім. Енді куриное филені қуырамыз. 2-3 минуттай қуырамыз. Содан кейін шампиньоны да салып, тағы екеуін бірге қуырамыз. Бір 3-4 минуттан кейін тұздаймыз, бұрыш саламыз. Араластырып, жақсылап бетін жауып қоямыз. Арасында ашып отырып, араластырып отырамыз. Осылай бір 10 минуттай қуырамыз. Міне салмамыз дайын. Енді заливкасын дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаға сливки құямыз. Сливки 20%-тен жоғары болса, жақсы болады. 20%, 30-35% қолдануға болады. Блендермен екеуін жақсылап араластырамыз. Блендер болмаса, венчикпен жақсылап араластырсаңыздар да болады. Ал енді қамырымызды жаямыз. Менің форма диаметрім 25 см. Соған келістіріп, қамырды жаямыз. Қамырымызды формамыздың бетіне осылай жайғастырып, бортиктарын дұрыстап аламыз. Бортиктардың биіктігі 3-4 см болса жеткілікті. Салмамызды толық суығаннан кейін немесе ыстықтай сала берсек болады. Қамырдың бетінде осылай жайғастырып, бетінен заливканы құямыз. Теркадан өткізілген сырды бетінен себеміз. Менде сыр, моцарелла сыры. Суық духовкаға саламыз, содан кейін 200 градусқа қойып, 30-40 минут ұстаймыз.